Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы бабалар өсиеті деп аталады. Бүгінгі сабақта оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Бүгінгі сабақтан сіздердің меңгеретіндеріңіз оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды анықтай отырып, жинақы мәтін жазуды меңгересіздер. Оқушылар, сабағымызға бір қадам жасау мақсатында ұсынылған сұрақтар аясында ойланып көрейікші. Дүниеде не жақын? Дүниеде не қымбат? Дүниеде не қиын? Дүниеде не жақын? Тату болса ағайын жақын. Ақылшы болса апайың жақын. Бауырмал болса інің жақын. Инабатты болса келінің жақын. Дүниеде не қымбат? Алтын ұяң отан қымбат. Құт берекең атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат. Мейірімді апаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат. Бәрінен де ар мен ұят қымбат. Дүниеде не қиын? Арадан шыққан жау қиын. Таусылмайтын дау қиын. Шанышқылаған сөз қиын. Жазылмаса дерт қиын. Іске аспаған серт қиын. Ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын. Не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың деп, қаз дауысты қазбекпей, текке жырламаса керекті. Оқушылар, сабағымызды тәжірибелік тапсырмамен жалғастыра отырайық. Сөйлемдерді сәйкестендіріп, бұл кімнің сөзі екенін анықтап көріңіздер. Дұрыс ақпаратты бірге анықтап көрейік. Біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жерімізді ешбір жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Оқушылар, жоғарыда айтылған бабалар өсиетін негізге ала отырып, жинақы мәтін құрып көрейік. Бүгінгі сабағымыздың керек дерек айдарында жинақы мәтін құрудың жолдарын меңгереміз. Жинақы мәтін дегеніміз оқырманның түсінуіне ыңғайлы етіп құрылған бастапқы мәтіннің ықшамдап берілуі. Жинақы мәтін негізгі мазмұн сақталған, екінші өңделген мәтін. Мәтінді толықтай түсіне отырып, мәтіндегі негізгі ойды басқа үлгіде қысқаша бекіту үрдісі. Түп нұсқа мәтін жинақы мәтінге айналады. Тыңдалым және оқылым материалдары негізінде жүргізіледі. Жинақы мәтіннің мынандай түрлері бар: тезис, аннотация, презентация, конспект, тезистік жоспар. Жинақы мәтін құрастырудың жолдары: мазмұндық өңдеу, мәтінді мұқият оқу және негізгі қосымша ақпараттарды анықтау, қосымша ақпараттарды сызып тастау, негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу, автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдау. Оқушылар, билер сөзі, ақылдың көзі тақырыбында жинақы мәтін құрастыруды ұсынамын. Бүгінгі сабақта бабалар өсиетімен таныса отырып, жинақы мәтін құрудың жолдарын меңгердік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.